Ассалаумағалейкум аса қадірменді қазағым, назарыңызда жамбыл рахматылла. Әлі жассың, не көрдің дейтіндер бар екен, ұмытып кеткен сияқтысыздар, асыл тастан, ақыл жастан екен. Тікелей мәселеге келер болсақ, осыдан 101 жыл бұрын, яки 1916 жылы Амангелді иман, Әліби Жангелділердің бастауымен ұлт азаттық көтеріліс болған. Көтеріліске қарсы болып, осы күнімізге де шүкір, тәубе, тыныштық болсын дейтін шүкіреттер мен тәубейттер де табылған. Сол оқиғалардан тура 16 жыл өткен соң, яки 1932 жылы жаңағы шүкір тәубе деп отқандардың тең жартысы аштан қырылды. Мүлкі барлары мен олардың құл қызметкерлері ел асып шетелде қоныстанды. Жарылқап аман қалғандардың немере шөберелері мына біздер. Қолдымға жетпеген соң зарғағып отыр демеңіздер, қалауымның бәрі қолымда. Үйі жоқтың күйі жоқ қазағымды көргеннен осыларды айтып отырмын. Ақиқатты мен айтпасам, сіз білсеңіз де білмегендей түр жасай аласыз. Шүкір мен тәубені айтатын сәт болады, өз құқығын талап ететін кез болады. Әр қазақ өз құқығын талап ете білмейінше, амал жасамай, дұға етіп қана отырып, жарқын болашақты 2030-2050-де күтудің қажеті жоқ. Рамазан айы баршамызға құт берекелі болсын, тұтқан ораза ниеттеріміз қабыл болсын, баршамызға Алланың сәлемі болсын. Абай мен байқап қалдым ғаламторда аты жөнімен қоса саясаттанушы деп жазылыпты. Сол арты жазбай қойсаңдар болатын еді негізі.